Перзентімнен жеңілдім. Баланың уайымы ана үшін бәрінен артық уайым. Бірақ соған қарамастан, ана барлығын кешіре алады. Өйткені баласынан бас тарта алмайды. Ренжісе де, қатты қапаланып жек көрсе де, бас тарта алмайды. Іштен шыққан шұбар жылан деп, баласының бар қателігін кешіріп, бауыр етін өзінен кесіп тастай алмайды. Менде де осындай жағдай болды. Әкесі қатты ренжіп, шіріген жұмыртқаға теңесе де, мен туылған сәттен бастап, әр кезеңнен куә болған мұздай бесік таянып, түн ұйқымды 4 бөліп, ауырса жаным шырқырап, қиналып өсірген қызымнан қанша жерден теріс айналсам да бас тарта алмадым. Мүмкін менің айтқан аналық ақылым жеткіліксіз болған шығар. Мүмкін әкесі де қызына жеткілікті көңіл бөліп, мейірім бере алмаған шығар. Қалай десек те, ол жылы сөзге алданды ғой. Осы өмірім мен үшін жұмақ деп білді ғой. Ал мұндай кезде аналарының жүріп өткен жолымен жүр деп үлгі көрсетсең де қабылдауы қиын болады. Сондықтан мен уақыт бердім қызыма. Өзім де жағдайды реттеуге барынша тырыстым. Ештен кеш жақсы дегендей, екі жастың бақыты үшін ата-аналары бір келісімге келіп, ары қарай қолдау көрсетіп, көтермелеп, қолтығынан демеп жіберу керек. Сонда ғана олардың отбасылық өмірлері бір ізге түсіп, оның айналасындағы қаншама адам уайымсыз өмір сүрер еді. Қазір мен қызыммен сөйлесіп тұрамын. Әкесінен де тығылып, үйіне де барып келемін. Онда да жасырын. Олай етпеске амалым жоқ. Өйткені жолдасым менің қызыммен байланыс орнатуыма қарсы. Енді неліктен бұлай болған себебін айтайын. Қызым екі жақтың ата-анасының разылығын, ақ батасын алмай қашып кетті. Күйеу балам да өзінің ата-анасының алдынан өтпей, қазақы салтымыздан аттап, екеуі бірге тұрып жатты. Қызым үйде, қылығы түзде деген осы шығар. Қызымды оқысын, жұмыс істесін деп 18-ден асқан соң қалаға жібергенбіз. Әрине мен оған ақылымды айтып, қыз баланың жолы жіңішке екенін, тайып кетсе бүкіл өмірінің астан-кестені шығатынын ескертіп, өз-өзіне сақ болуын ескертіп жүргенмін. Ай сайын қызыма барып, күн сайын телефонмен хабарласып біліп отырдым. Содан кейін қызыма деген сенім мықты болған шығар. Мен ешқандай ерсі қылықтарын байқамадым. Ол ағаш күйеу баламмен таныстырғанда мен қарсы болмадым. Өйткені қызым екеуі бір-бірін сүйіп тұрса, отбасын құрамыз десе де, мен неге қарсылық танытамын. Бірақ қынжылғаным, мен қызыма ақ батамды беріп, дұрыс көзқараста болғаныммен, күйеу баламның ата-анасы менің қызыма қарсылық білдіріпті. Ата-анасы дегенім, екеуі бірге тұрмайды. Күйеу баламның әке-шешесі бірге тұрмайды. Екеуінің де өзге отбасылары бар. Өгей әкесімен қарым-қатынастары анау айтқандай жақсы емес екен. Осы баласының себебінен жиі ұрсып қала беретін болғандықтан 17 жасында үйінен кетіп қалған екен күйеу бала. Содан менің қызыммен танысып, екеуі бірін-бірі ұнатқан соң үйленуге шешім қабылдайды ғой. Мен қызыма сендім. Ол жаман адамды таңдамайтынын білемін. Қазірде күйеу балама өкпем жоқ. Тек қана кішкентайынан әке-шеше мейіріміне зәру болып, жаны жабырқап өскендіктен кейбір мінездері бар енді. Ашушандық, өкпелегіштік деген сияқты. Оның барлығын қызым қабылдап, ары қарай отбасы боламыз деп талпынғанда, алдынан шыққан кедергілер оларды жасытып тастаған болса керек. Мен де сол кезде болашақ күйеу балама, әке-шешең келсін, алдымыздан өтсін. Мен екеуінің бас қосуларыңа қарсы емеспін. Әкесі де қызымның қалауына қарсы болмаймын деп отыр. Тек барлығы ата-баба жолымен құда түсіп, сырға салып алып кетсін деген едім. Ол ата-анасына айтқан екен, олар құда түсуден бас тартыпты. Не істейміз? Мұны естігенде әрине ашуландық. Бірақ қызымыздың
Бақыт үшін оны келісіммен алып қашуына разы болдық. Ата-анасы алдымызға келмесе де, кішігірім дастархан жайып, жолдастарымен бірге үйден алып шығатын шығар деп ойлап едік. Бірақ күйеу балам қызымды алып қашқанымен құдағи үйіне кіргізбепті. Қызымды келін ретінде қабылдамаған. Мұндай адаммен мен ары қарай қалай араласа аламын? Оны түк болмағандай, кейін барлығы жақсы болып, балаларымыз үйленіп кетсе де, құдағи қалай айта аламын? Құдағиымның осындай қылықтарынан соң мен де оларды басындырып қоймаймын ғой. Мен де қарсылық танытамын. Жақсылықты білмейтін адамдар екен, түсінігі де таяз сияқты. Сен қазір күйеуіңнің жанында ғана өмір сүрмейсің ғой. Бәрібір олармен араласуың керек. Ертеңгі күніңді ойла. Мұндай отбасына келін болу саған бақыт әкелмейді. Әкең екеуміз ел қатарлы құда-құдағи көргіміз келеді. Ағайын туысқа, дос жарандарымызға құда мынау, құдағиым мынау деп таныстырғым келеді. Қызым мені есінен шығарып, басқа жөні түзу отбасының ұлын кезігер дедім. Енді менікі де жандалбаса ғой. Бірін-бірі сүйіп тұрған жастар оның ата-анасына, туған туысына басын қатырмайды. Оларға салса, екеуі бірге болса, туған туыстың керегі жоқ. Қайта ешкім кедергі болмайды деп ойлайтын шығар. Бірақ ағайын туыссыз ешкім емеспін. Ешкім де емессің. Осыны қызыма да, күйеу балама да ұқтыра алмадым. Жолдасыма да екеуінің ары қарай байланысуына қарсылық танытты. Қызымды ұзатамын деп таныс біліс жерлерде құда іздей бастады. Өйткені ертерек қызымыздың ұзатсақ, отбасылық өмірге араласып, ол жігітті ұмытар деп ойлаған ғой. Бірақ қызым әкесінің шындап кіріскенін естіп, күйеу балам екеуі бір күнде қол ұстасып қашып кетті. Алғашында қайда кеткендігін айтқан жоқ. Оны іздемеген жерім жоқ. Бәлкім алып қашып кеткен шығар. Хабаршыда келіп қалатын шығар деп ары-бері күттік. Бой жетіп отырған қызы бар ата-ананың уайымы күшті. Қатты алаңдадық. Барлығы жақсы болса екен дедік. Бір дерек болмады. Телефоны сөндірулі. Әкесі қап-қара болып түтігіп, жігіттің үйіне де барып келді. Егер сол жақта болса, өз қолымен ертіп әкелемін. Мен ол жігітке енді қызымды бермеймін деп кеткен болатын. Бірақ жалғыз келді. Қыз да, бала да ол жерде болған жоқ. Енді іздеуге береміз деп отырғанда қызым өзі хабарласты. Мама, осындай жағдай болды. Біз үйлендік. Сіздерге айтпай кеткен себебіміз, мен әкемнен қорықтым. Ол мені ешқайда жібермес еді. Үйге қамап қоюы да, басқа танымайтын біреуге ұзатып жіберуі де мүмкін еді ғой. Ал біз бір-бірімізсіз өмір сүре алмаймыз. Сондықтан ештеңеге қарамай бірге боламыз деп шештік. Ал жолдасым сол жерде жүзімді жерге қаратты ма? Мен үшін енді ондай қыз жоқ деп шорт кесті. Жалынып жалпайып, бетін бері қарата алмадым жолдасымның. Содан бері бір жыл өтті. Екеуінің перзенті жоқ. Не үйге келе алмайды. Сағынып жүргенін айтып күнде жылайды. Өмірден алынған оқиға. Егер осы оқиға ұнаған болса, бұдан да қызық оқиғалармен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Құрметті оқырман, келесі кездескенше аман болыңыздар.